Менің үйім түгелімен өртеніп отыр, қаншама ел азап шегіп отыр. Есімнен кетпейді анау масқара енді. Бір автобус халық кеше өртеніп кететін еді. Бізде жиі свет өшеді. Одан пожарный шақырған көршілерім жүгіріп пожарлар 20 минуттан кейін келіпті. Люстраға дейін күйген, бәрі күйген. Каждый, кто как хочет, так и строит. Жандосов ауылының Ақжайық, Қасқасу, Жалын көшелерінің тұрғындары бүгін көшеге шықты. Себебі кеше осы жерде электр тоғы үзіліп, нәтижесінде бір үй толықтай өртеніп, 27 үйдің техникасы түгелдей жанып кетті. Замыканиенің кесірінен кейбір үйлерде, сол фазада отқан үйлерде заттары күйді, перенапряжение болды. Заттар күйген жоқ, мына жерде бір үйдің өртеп кеткен. Енді бір үйдің осы үйдің үйі времянка ғой, как времянка ретінде кетеді ғой, времянкасы күйді, жанып кетті. Өзіңіз көріп отырсыздар ғой, суреттерді жіберіп отырған шығарсыздар. Біз өзіміз қазір видеоға да түсіреміз ол жағын. Жалпы кешеден бері сіздер енді осы оқиға болғаннан бері осы жерде жүрсіздер ме? Иә, кеше келдік бәріміз, тәте көрдіңіздер ғой. Рестің бастығы келді ма осы жерге? Главный инженер, бас инженер келді, бәрін көрді. Балалардың бәрін жібердік, үйлерін бәрін тексеріп шықты. Восстановительный жұмыстар жүргізілді. Бұл мәселе бұрыннан бері көтеріліп келе жатыр. Неліктен сіздер линияда осы ақаудың болмауын алдын алмадыңыздар? Біріншіден мына линия, өтіп атқан линия үйлердің арасымен охрана зона. Бұл бұрыннан келе атқан линия, кейіннен үй салынды. Мыналардың бәрі кейіннен салынған үйлер. Бірақ сіздер свет тартып бердіңіздер ғой. Трансформатор сіздердікі ғой, частный? Жоқ, высоковольтный линия өтіп жатыр, мына жерде үйдің арасымен өтіп жатыр. Негізі үй салынбау керек пе бұл жерде? Негізі охрана зона салынбау керек. Бұл жерде осы жерге енді салуға рұқсат берген әкім? Білмеймін мен оны кім қашан кезінде, қай жылдар ол білмеймін. Рұқсат берген. Енді осы мына жағдай болмас осыдан бір демалыс бұрын осы авария болған болатын, үзілген. Сол кезде бұл жаңбыр жауды деп жаңбырдың несімен жай ғана жалғап кеткен болатын. Сол кезде дұрыс істелмегеннің пайдасынан мына қайтадан үзіліп, енді затөгет міне бүткіл ел соның азабын шегіп отыр. Енді бұл жаңадан мына кісіге айтып отырмын, көзбе-көз айтып отырмын. Осы кісілердің жаңағы мына жұмысқа шығып, сол линияға шыққан қалатыныстың арқасында міне қаншама ел, менің үйім түгелімен өртеніп отыр, қаншама ел азап шегіп отыр. Сонда кет қалай енді бұларды енді қалай кінә жоқ деп айтасың етіп. Сен сол кезде егер сол үзілген линияны сол кезде қайтадан қалпына келтіріп, дұрыстап тартып қайтадан жасайтын болса, мынандай болмайтын еді. Ол жаңағы тем более ол 220 емес қой. Анау 10 мыңдық вольт істеп тұрған. Оны ойлаңызшы. Даже кеше міне қазір халық келеді, жиналады. Бір әйел айтып отыр, ана линия жанған кезде қарап тұрдым дейді, неткен кезде ана линия жанды дейді. Үзіліп түсті дейді, как раз автобус өтіп үлгерді дейді. Автобустың үстіне түспей қалды дейді. Сонда ғана мен айтып отырмын, кісіге жаңа айтып отырмын, қатты бақтарың бар екен. Бір автобус халық кеше өртеніп кететін еді. Автобус өтіп үлгерген, ана линия жерге түскен. Высоковольттың линиясы жерге түскен. Ойлаңыздаршы. Сосын мына жерден 212 автобус өтіп үлгерді да. Сосын үйге кіріп жаңағы нелерін бәрін өшірдім. Жанып үлгерген, сонда да басып үлгердім автоматта. Енді үйдің ішінде ештеңе жанбады, бірақ өшіргім кетті. Осы жылдан барып өшірдім ғой мен. Түсті былай қарай мына кісілердің үйіне ана бүйтіп түскенде мына кісілердің төбесіне түсті ғой ана. Өзім бәрін көрдім мен, көзіммен шартылдап тұрып жанды ғой ана. Автобус өтіп үлгерді. Автобус өтіп үлгерді. 12-ші автобус енді бұрылып барып үлгерді да ол. Одан кейін мына жерде тағы бір машина өтіп үлгерді. Қорыққанмын енді өзім үйге кіріп жаңа бәрін өшіріп үлгердім. Болды мен көргенім сол. Бірақ енді есімнен кетпейді анау масқара енді. Қайта мына жерде балалар жүрген жоқ, или машина өткен жоқ. Әйтпесе адам шығыны болатын еді ғой. Мен білмеймін енді мынау деген сұмдық енді. Бұл адам шығыны болмаса, бұл жасалатын дүние емес. Бұл алдында да болған сол. Мына жер сол кухня деді, кухонный стол, мына жерде өзіміздің тамақ ішетін жеріміз болған мына жер. Мына жерде жаңа шкафтар тұрған, посудаменен. Анау морозильник тұрған, мынау холодильник тұрған, анау стиральный машина, анау ошақтарым, анау газым. Ар жағында, газдың ар жағында сол тоже газға прилагающий жаңағы кухонный маленький гарнитурмен тұрған. Міне енді ештеңке жоқ, барлығы кетті астында қалды. Болады замыкание болады. Бізде жиі свет өшеді.
жандосты именно шамалғанда свет өшпесе жандосты свет өшіп қалады жиі. Не екенін біз білмейміз ғой. Енді мынаны көріпсіңдер ғой. Мына ғой кеше атылған. Мынау. Мына біздің үйдің түсті әйтеуір Құдай сақтап, біздің үй аман қалды. Бір ғана холодильникпен не ғана күйген болмаса, Құдайға шүкір. Сол басқа мен айтамын. Холодильник өртеніп кетті. Холодильник, стиральный машина, счетчик сол үшеуі кетті. Сол. Енді келіп қазір акт толтырып жүр, иә? Акт толтырып бәрін жасап жатыр енді. Көмектесеміз деп жатыр ғой енді бәрін. Одан пожарный шақырған көршілерім жүгіріп пожарныйлар 20 минуттан кейін келіпті. Келген не істейді олар кейбір өртенді ғана. Түк 20 минуттан кейін келген түгі жоқ. Көршілер ары жүгіргенмен не пайда оны? Бәрі кеткен сол. Бәрі күй кеткен, суық ғана ағып тұр, болды ыстық суын етпейді. Міне стиральныйым күй кеткен, бұл енді білмеймін оны. Холодильник міне күй кеткен, енді білмеймін, продукты күн үсіп келе жатыр. Міне морозильник те күйген. Міне мынағанға дейін дата көшелгене күй кеткен ғой. Люстраға дейін күйген. Бәрі күйген. Мына телевизор, мына жағының бәрі трещина беріп кеткен. Дата көшелгене трещина берілген мына жақтың бәрі. Міне көріне екен, мына жердің бәрі трещина берген. Кеше үйде болмағанымыз, мысалы, Құдай сақтасын, біздікі де бір нәрсе болушы еді шығар. К примеру, взять вот воздушные линии 10 киловольт. Вот проходит линия 35 киловольт, и вот 10 киловольт пересекает. Расстояние от земли низко расположено, это линия 10 киловольт. Ее же можно перевести в кабельную линию, обезопасить как-то. Переход через газовую трубу, воздушная линия, вот под так не разрешается делать. Обязательно над газовой трубой должна стоять защита, сетка. Защиты нету. Здесь тоже пересечение на пересечении. Где-нибудь, когда-нибудь произойдет, если небольшой сильный ветер будет, обязательно произойдет схлестывание проводов тоже. Это тоже надо учесть. Я вот хочу вам объяснить то, что здесь я понимаю, да, вот есть линия АЖК, есть абонентские линии. Каждый, кто как хочет, так и строит. Берут согласование, не знаю, как они берут согласование. У нас здесь получается, вот даже если вот эту ситуацию посмотреть, линия на линии. Здесь это вообще и эстетики нет, и безопасности нет. Вот я вот это хочу сказать. То, что вот такие вот моменты просто надо учитывать и соблюдать нормы безопасности в первую очередь. Енді РС-тің орынбасары жоқ па, бастығының орынбасары? Бас инженері. Бас инженері келді ме? Бас инженер кеше келді ғой. Бүгін ше? Бүгін қазір үлкен мероприятие болғандықтан қазір шыға алмайды. Қазір түстен кейін ол да келеді, бәрі келеді. Енді кеше обрыв болды ғой. Оның бәрін жасадық. Енді болашақта жасалатын мероприятиялар, мысалы мастер ертең шығады жұмысқа. Мына осы учасканың жауап беретін мастері. Ол кісі шыққан жоқ па бүгін кеше? Ол отпускіде ол кісі шығады, осының бәрін қарастырады. Енді соған байланысты мына линияларды тазалайды, ауыстыратын жерлер болса ауыстырады. Оның бәрін қолға алады. Руководство бар, контрольде бәрі ұстайды. Ал мына халықтың шығынын кім өтеп береді енді? Енді біз айтып отырмын ғой, акт составлять еттік, қалаға юристерге, АЖК-ға жібердік. Олар страховой компания бар, бізде договор бар арамызда. Сол страховой компаниямен соларға зерттейді, қарастырады. Сонымен сот шешімі арқылы мыналардың бәрі өтеу тиіс.